Баршаңызға сәлем достар, дертке манасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге цитрусты жемістерден қан қысымын түсіреді. Сол туралы ашып айтатын боламын. Жаз айы келіп жатыр бұйырса, сондықтан сіздердің қандай жемістердің құрамында не бар екенін біліп, жеген асыңызға мән беруіңізге, мұқият болуыңызға кеңес беремін. Сондықтан мені толық тыңдап шықсаңыздар болады. Цитрусты жемістер С дәрумен мен аскорбин қышқылына бай болғандықтан да көптеген аурулардың алдын алуға көмектеседі. Қан қысымының көтерілуі адамның денсаулығы мен өмір үшін өте қауіпті болуы мүмкін. Сондықтан да әркез қан қысымының қалыпты болуын қадағалауды ұстаныңыз. Қан қысымы көтерілетін жандарға өте пайдалы азық-түліктерді айтатын боламын. Олардың қатарына бірінші кезекте цитрусты жемістерді жатқызуға болады. Цитрусты жемістер аталмыш жемістерді сүйсініп жейтіндер де, жемейтіндер де жетерлік. Бірақ та дененің саулығы үшін бұл жемістерді жеуге тура келеді. Әсіресе лимон, апельсин, грейпфрутты атап айтуға болады. Цитрусты жемістер С дәрумені мен аскорбин қышқылына бай болғандықтан да көптеген аурулардың алдын алуға көмектеседі. Қан қысымы тұрақсыз жандар үшін цитрусты жемістер керемет көмекші құрал болады. Осының арқасында ағзаға кез келген қауіпті жеңіп, қан қысымында бір қалыпты етеді. Апельсин, мандарин, грейпфрут жемістерін балғын түрде жеуге, шырынын сығып ішуге де болатынын естеріңізге саламын. Лимон қышқыл болғандықтан да оны ыстық емес, жылы шайға салып ішкен пайдалы дейді мамандар. Ал ыстық шайға салатын болсаңыз, С дәрумені жойылып кетеді. Келесі қызылша. Қызылшаның құрамында аскорбин қышқылы мол. Сонымен қатар аса пайдалы көкөністе калий де бар екен. Бұл элементтердің электролиттік тепе-теңдік қан тамырлардың тонусын реттейтін қасиеті бар. Сарымсақ. Сарымсақтың адам ағзасына пайдалы көкөніс екені белгілі. Сарымсақ несеп айдайды, ағзадан артық суды шығарады, алайда шамадан асырып жеген жағдайда кері әсері байқалады. Күніне 1-2 түйір сарымсақ жеген жеткілікті. Сарымсақпен бірге шпинатты да айтуға кетуге болады. Оның құрамында көптеген дәрумендер мен магний, калий сынды элементтер бар. Оның барлығы қан қысымының тұрақтандыруына, қан тамырлардың серпімділігін қалпына келтіруге ықпал етеді. Каркаде шайы. Қан қысымыңыз көтерілгенде қара шай ішпеңіз. Оның орнына каркаде немесе көк шай ішуге тырысыңыз. Аталмыш шайлар танин, флавоноид тағы басқа элементтерден тұрады. Осындар пайдалы заттардың көмегімен қан тамырларына серпімділік беріп қорғайды. Сонымен қатар қанның тез айналуына көмектесіп, зиянды холестеринді шығарады. Мұндай шайларға немесе лимон, зімбір қосып ішіңіз, пайдасы арта түседі. Бұдан бөлек азырақ бал қосыңыз, шайдың дәмі кіре бастайды. Жоғарыда айтылған шайлар құрамындағы заттардың ықпал етуімен артериалды қан қысымын қалыпқа келтіреді. Егер сіз қан қысымының мүлде көтерілмеген қаласаңыз, қан қысымы көтерілген жағдайда науқас ең алдымен дәрінің көмегіне жүгінеді. Бірақ дәрісіз емделгіңіз келсе, мынандай жағымды әдеттерден арылғаныңыз жөн. Ең бірінші темекі тартпау. Қан қысымының көтерілуіне шылым шегу тікелей әсер етеді. Бір рет шылым шегудің өзі қан қысымымен бірден көтеретінін ұмытпаңыз. Екіншіден, артық салмақтан арылу. Семіздіктен арылу қан қысымын төмендетіп, бір қалыпқа келтіретіні көптеген зерттеулерде дәлелденген. Үшіншіден, физикалық белсенділікті арттыру деп
давлениені түсіруге, сонымен қатар қалыпқа келтіруге септігін тигізеді. Таза ауада серуендеу, жүгіру сияқты жаттығулардың оңай түрін бастауға да болады. Тұздың мөлшерін азайтып, алкогольді ішімдіктен бас тартыңыз. Жұмыс істеу уақыты мен демалыс уақытын бір қалыпты ұстауға тырысыңыз. Егер осы айтылғандарды күнделікті жасап, қан қысымын бақылап жүретін болсаңыз, уақыт өте келе дәрі қабылдамайтын жағдайға да жетесіз. Егер де қан қысымы көтерілген адамға көрсетілетін алғашқы көмек. Ең алдымен науқасты тыныштандырып, бір қалыпты тыныс алуға шақырыңыз. Екіншіден, бөлменің ауасын тазартып, бір желдетіп алыңыз. Үшіншіден, терең тыныс алып, демді шығару қан қысымының тез түсуіне септігін тигізеді. Сол себепті науқас осы жаттығуды жасағаны дұрыс. Төртіншіден, терең тыныс алып, 10 секунд ұстап, демді ауыз арқылы шығарады. Содан соң ауызбен қысқа-қысқа дем алып, демді шығарып 2 минуттай жаттығу жасайды. Бесіншіден, алғашқы көмекті бергеннен кейін науқас міндетті түрде дәрігерге қаралу керек. Достар, бүгін сіздерге адам денсаулығындағы қан қысымы туралы ақпарат айттым. Қан қысымының не себепті көтерілуі, не себепті түсуі, қандай жағдайда қандай көмек беруі, және де цитрусты жемістердің қан қысымында қандай қызмет атқаратыны туралы айтып шықтым. Егер сіздерге пайдалы болса, менің арнама жазылып, пікір қалдырыңыздар. Денсаулықтарыңызды күтіңіздер, ауырмаңыздар, теріскей ем арнасымен бірге болыңыздар, сау болыңыздар.